Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Балжан. Бүгін сіздерге керемет закусканың рецептімен бөлісетін боламын. Алда келе жатқан жаңа жылға міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал кеттік, ендеше бастайық. Бізге ең алдымен керек лаваш керек болады. Келесі кезекте жұмыртқа, осылай теркадан өткізілген, филе семги және көк пияз, одан кейін плавленый осындай сливочный сыр керек болады. Лавашымызға плавленый сырды жақсылап жағып шығатын боламыз. Бір келке етіп барлық жеріне жағып шығамыз. Жаңа жылдық дастархандарыңыздың көркін ашатын керемет закуска болады. Сондықтан міндетті түрде жаңа жылға жасап көріңіздер. Оңай әрі тез жасалынады. Мінекей уже бізде сырымызды, сливочный сырымызды, яғни плавленый сырымызды жағып алдық. Бір келке етіп полный барлық жеріне жағуларыңыз керек. Келесі кезекте слабосоленый, яғни жартылай тұздалған фореліміздің филесін осылайына жайғастырып шығамыз. Одан кейін жасыл пияздарымызды, майдалап туралған жасыл пияздарымызды салып шығамыз. Видеода қарап тұрғандарыңыздай осылайынан бір келке етіп саласыздар. Келесі кезекте бізде қайнатылған жұмыртқаны майдалап осылай теркадан өткізіп аласыздар. Жұмыртқамызды мінекей жайғастырдық. Енді жақсылап ораймыз, рулет сияқты етіп, орап алып осылайынан толықтай. Мінекей қараңыздар, ашылып кетпей бір-біріне жабысып тұр. Ол бізде жаңағы плавленый сырымыздың барлық жеріне жаққанымыздан соң. Пищевой пленкамен осылайынан жақсылап ораймыз да холодильникке 10-15 минутқа салып қойыңыздар. Содан кейін алып уже кесе берсеңіздер болады. Мінекей менің закускаларым дайын болды. Холодильниктен 10-15 минуттан кейін алып, осылайынан кесіп, өздеріңіздің қалауларыңызға қарай әсемдесеңіздер болады. Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен сіздерді ендеше басқа да рецепттер жоғалтып алмау үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерді келесі рецепттерімде күтемін.